Всем привет! Бүгін 10 октябрь, ертең мен қызым туған күні, соған біз дайындалайын деп жатыр. Қазір базарға баратырмын. Подарок алуға, ертерек подарок алмадым. Забыла вообще. Думала, вот, найду быстренько деп. Каспийдан заказ берем деп ойлағам, но планы очень сильно изменились, поэтому қазір вместе соберемся и подарок іздейміз. Бірге мамаммен бірге барам, и сестренкаммен, и ұлым болады. Төртеуміз барып подарка қарап көреміз. Сначала мне надо одеться. Менде қазір пижама. Наверное, спортивка киемін. Удобный. Баламен жүргенде вообще удобно. Вот так вот киініп алдым. Мынандай футболка, потому что бұнен бала еміземін. Удобная футболка. Теперь, наверное, көзімді бояу жүретін шығармын. Бірақ мен особо вообще боянбаймын. Бетімнен көрініп тұрған шығар. Страшный болып тұрғаны. Ойлағам, қызыма косметика алам ба деп. Но подумала, нет, не надо, лучше другую что-то купить, что игрушку какую-то красивую. Так. Ұлымды киіндіріп, енді шығамыз. Срочно. Ой, покакал. Красавчик. Сыночек, одела его. Красавчик, да? Так, шықты уже үйден. Азер шықты үйден. Жылап-жылап, еңіреп бақырып, терлеп, тепшіп. Пойте, салмайтын жүрмен Азерді қарғайыз. Сол, кетіп бара тұрғанды поликлиникаға қарай. Я сережку забыла одеть. Капец, фу, ернемонды страшно. Привет, Иш. Влог түсіріп отырмын ғой? Поликлиникаға келдік. Баланы қараттық. Қазір, наверное, покушаем. Потом базарға барып, ойыншық қараймыз. Таппасам 4 ойыншық алам. Соны коробкаға орап-орап қойып қоям да. Солай бір 4 подарок болады. Мама сонда? Зачем? Сен сонда? Сонда жоқ ма? Или үлкен бір подарок ала салам. Тамақ ішпегеннен қазір столовыйға кіріп кушать собираемся. Мен осындай заказала. Но сестренкама мама лагман заказала. Қайсы көзі? Сейчас покушаем, потом базарға барамыз. Уже поликлиникаға кіріп шықтық. Бәрін бітірдік. Бұл жақта ешеңке таппадық. Сосын, я не знаю, әлі қандай подарок алатынымды. Посмотрим. Қарастырып көреміз жан жақта. Сосын бір подарок, бір үлкен подарок, либо бірнеше маленький подарок аламыз. Қызым анандай цифра 4 алдым. Осындай серебристый таңдадым. И екінші қызым тұсау кесілмегенмен осындай ала салайын деп жатырмын. Тұсауын кесілмеу үшін ұрындап. Себебі ол 2-де әлі тұсауын кесілмеген. Мен бұларды алған жоқпын. Сол күйі басқа игрушечныйға барып, сол жақтан алдық басқандайын. Так, екінші жерге келдік. Осындай. Осындай ойыншық дайындайтын жерге. Мындай. Для стоматолога набор алып жатырмын. И хочу лего выбрать. Мынандай, либо мынандай. Жанайым сұраған өз легоны. Мындай бар.
мына жердің бәрі шаң қолым қарамды қандай кіріп ужас. Жерде туған күнге деген прям выбор көп, күшті. Ананы алғым келеді, мынаны алғым келеді. Все так красиво. Ага. Прикольнылар бар. Амбадоктар. Брелоктар. Бірі қызға алса, екіншісіне обязательно алу керек. Біреуіне ғана болмайды алуға. Чтобы при меня. Кижоку? Сумка қандай таңдаймыз жанайым ғой. Китер. Мынандай. Ондай дәу ғой слишком. Мындай можно. Мынандай. Қазір биляшы ғой. Иә. Биляшы мен чай ішіп жатырық. Бір мынандай подвальный помещенияда. Ойбай, шырмеймін, жарайды. Астанада Шанхай жақтағы бір столовый. Бұрын ішінде болған кезде келетіміз о жаққа. Оларға келген кезде о жеріне көрдік, да? Сен лагман, мен сен көремін. Не деуші? Мен сенеке лагман дейтін. Подарктар алдық. Бір пакет. Жартысы жанайымдікі, бір екінші Амелидікі. Так, Артем жаққа келіп, үйге түкте сатып алдық. Сол жарты жолда түс қалдық, мына бала жылаған соң. Такси күтіп тұрып үй жаққа бара жатырмыз. Шаршап кеттім. Слышь ты, нельзя тебя слышать. Мама. Не? Нет, это не вам, это мне. Ух ты. Все.
туған күні ғой доча. Жанайым туған күні бүйткен Аптың туған күні ғой. Сенікі, все. Жанайым, вот покажи. Атаға. Атасы кек кірмняқа қара. Опа, на. Жаным. Понравился? Мама. Вот так вот қыздар ойыншықтың бәрін шашып жатыр. Доча, как тебе игрушки понравились? Да. Тебе сюрприз понравился? Да. Что тебе больше всего понравилось? Все понравилось? Покажи тырнақтарыңды. Қалай боядың? Смотри, доча, он вот так работает. Вот, смотри, смотришь? Осылай үлкен қызымды туған күнімен құттықтап, түнде торт жеп отырдық, екеуі жылаған соң. Видео ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий құттықтап кетіңіздер. Всем пока.